Барлықтарыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін бір өте күлкілі, қызық тақырып қозғайын деп отырмын. Енді ұят болса да айта берейін. Осырудың пайдасы туралы. Жел шығару, яғни бүгінгі айтатынымыз. Осырудың денсаулыққа 4 пайдасын айта кетемін достар. Статистика бойынша адам күніне 14 рет осырады екен. Ал енді бірінші пайдасын айта кетсем, бұл жел шығарғаннан кейін адамның іші жеңілдеп, яғни білетін шығарсыздар, жел шыққаннан кейін, ауа шыққаннан кейін іштің бәрі босап керемет болады. Жел шыққаннан кейін ішек қорғайды және қабынудан, геморройдан сақтайды екен. Үшіншіден, жел шығару асқазан ауруын басады. Жел шығару, осыру, артрит, артроз және инсульт сияқты аурулардан қорғайды екен достар. Және де мен бір парақшадан оқып қалдым. Адам өзінің шығарған желін иіскелейтін болса, онда жүрек ауруларына ұшырамайды екен. Енді білмеймін, енді шынын айтсам, оны тексеріп көргенде оны иісі кейде нашарлау болады ғой. Оның құрамында метан кәдімгі газ. Мен ойламаймын ол денсаулыққа пайдалы деп оны иіскелегеннен де. Бірақ осыру келіп тұрма, жел келіп тұрма, сразу шығару керек. Әйтпесе ол өзінің денсаулығына өте зиянды болып табылады. Және де бесінші типтің 4-ші пайдасы бұл осырған кезде, жел шығарған кезде, егер сіз жел шығармай ұстап қалатын болсаңыз, онда қан тамырларда сол жаңағы ауа таралып, организмге үлкен зиян келтіреді екен. Солай достар, жиі жел шығарып өздеріңізді ұстамаңыздар. Жалпы солай ұят та болса да осы тақырыпты қозғадым. Өйткені тиктокта да бұны қайта-қайта адамдар айтып жатыр. Жаңағы тиктокта прямой эфирде бір қыз бар ғой, өмірі осырып жүретін. Сол арқылы популярный болып, қазір блогер болып кеткен. Сол сияқты осыру организмге өте пайдалы.